Сарыағаш ауданы әкімінің кубогы үшін ұйымдастырылған студенттік лига ойындары өз жылауын көтерді. Ауданымыздағы колледждерден жиналған студенттер спорттың бірнеше түрінен сынға түсіп, өз ептілігі мен дайындығын көрсетуге мүмкіндік алды. Бұл жастардың жігерін шыңдап, достық пен бәсекелестікті қатар ұштастыратын маңызды спорттық шара. Ашылу салтанатында Сарыағаш ауданы әкімінің орынбасары Алдияр Қозыбаев сөз алып, студенттерді айтулы күнмен және жарыстың басталуымен құттықтады. Ол өз сөзінде спорттың жастарды қиындыққа, төзімділікке, бірлікке және биік мақсаттарға жетелейтініне тоқталып, қатысушыларға сәттілік пен жеңіс тіледі. Аудан әкімінің орынбасарын құттықтау студенттердің бойына ерекше серпін мен рух сыйлады. Оның ішінде студенттік өмір еш нәрсеге айырбастамайтын жастардың алтын дәуірі. Бүгін міне ауданымызда орналасқан арнаулы оқу орындары, яғни колледждер арасында аудан әкімінің кубогы үшін студенттік лига ойындарын өткізгелі отырмыз. Бұл жерде ең бастысы әрбір колледждегі жастардың бір-бірімен осы спорт арқылы достасуына, салауатты өмір салтын әрі қарай дамытуына деген бір бастама ретінде қарастыруды біз ұсынып отырмыз. Өйткені әрбір колледж екінші бір колледжбен достық қарым-қатынаста бір-бірімен өзара сыйластықта болатын болса, әрқашан осы колледждердің арасында облыстық деңгейде іріктелген команда шығаруға да болады. Сондықтан бүгінгі сайыстың 5 түрінен, спорттың 5 түрінен қатысып отырған сіздерге сәттілік тілейміз. Ішіндегі ең мықтысы жеңіс түрінен көрсін. Салтанатты бөлімнен кейін алаңда тартысты ойындар басталып, арқан тарту, футбол, волейбол секілді спорт түрлерінен командалар өзара бақ сынауда. Әр ойын эмоцияға толы, әр команда өз мүмкіндігін дәлелдеуге дайын. Студенттердің ынта жігері, жеңіске деген ұмтылысы көрермендерді жігерлендіріп, жарыстың мән маңызын арттыра түсті. Студенттік лига тек жарыс алаңы емес, жастардың өз талантын танытатын, жаңа достық орнататын, болашаққа сеніммен қадам басатын үлкен кездесу. Алдағы күндері ойындар жалғасып, үздік командалар анықталмақ. Қуаныш Амангелді, Нұрдәулет Жолбарыс, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.